Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сыныпқа арналған Scratch программалау ортасында диалог құру тақырыбын өтеміз. Оқу мақсатымыз алгоритмді сөз түрінде ұсыну, тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезінде қолдану. Диалог дегеніміз не? Екі не бірнеше адамның кезектесіп сөйлесуі арқылы берілетін ауызекі тілдегі ерекше форма. Программада кез келген жоба жасау барысында әр кейіпкердің өзіндік рөлін сомдау кезінде диалогтың орны ерекше. Ертегілер мен мультфильмдер, қойылымдар құру кезінде диалогты көптеп пайдалануға тура келеді. Диалог скриптерлерін қолдану арқылы кез келген кейіпкерлердің әңгімелерін құра аламыз. Әңгіме көрсетілімнің нәтижесінде оқиғаның қызықты бағыт алатыны белгілі. Диалог құру үшін түр блогының командалары мен қызметтерін еске түсірейік. Кейіпкер бірнеше секунд бойы сөйлеп тұрады. Кейіпкер бірнеше секунд бойы ойланып тұрады. Кейіпкер ойланып тұрады. Кейіпкер сөйлеп тұрады. Және тағы сондай. Енді біз жобаға диалог құру үшін Меруерт пен Диастың сұхбаттасу мысалын қарастырайық. Меруерт пен Диас үшін мынандай скриптерлерді пайдалануға болады. Ол үшін ең алдымен Меруерт пен Диас үшін кез келген екі кейіпкерді таңдап алайық. Меруерт деп алайық. Және Диас деп алайық. Диалог ортасында фон ауыстырады. Кез келген фонды таңдап алсақ болады. Және ауыстыру үшін екінші фон таңдаймыз. Осы екі кейіпкер диалог барысында әртүрлі қимылды келтіру үшін 3-4 түрлі костюм таңдап алуға болады. Костюмдер бөліміне кірсек, Диасқа арналған 1, 2, 3, 4, 5 костюм бар екен. Және Меруертке арналған 2, 3, 4 костюм бар екен. Енді біз дәл осы жерге Меруерт үшін скрипт құрамыз. Scratch программалау ортасында диалог құру үшін екі кейіпкерге жеке-жеке біз скрипт дайындаймыз. Меруертке бөлек скрипт құрамыз. Жасыл жалаушадан бастаймыз.
Бұл меруертке арналған скрипт. Енді біз Диас үшін құрамыз. Жасыл жалаушадан бастаймыз. Міне енді біз өз диалогымызды тексеріп көрейік. Жасыл жалаушаны басамыз. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Атың кім? Диас. Сенің ше? Меруерт. Жақсы. 4-ті 4-ке қоссаң неше болады? 8. Дұрыс айтасың. Сау бол, көріскенше, күн жақсы. Осымен біздің диалогымыз аяқталды. Нәтижеде екі түрлі фонда Диас пен Меруерттің әңгімесі орындалады. Әр түрлі нысандарға скриптерлерді пайдалану арқылы диалог